Барлықтарыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай пирожкидің салмасының жасалу жолымен бөлісетін болам. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен керекті ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Толық мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Алдымен картоптарымызды жуып тазалап алуымыз керек. Одан кейін картоптарымызды бірнеше кішкентай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мейлінше кішкентай болса, тез пісетін болады картоптар. Картоптарымызды турап алғаннан кейін салқын суға картоп пен тұзды салып, оттың астын жағып, баяу отта біз картоптар піскенше қайнататын боламыз. Картоп піскенге дейін біз бір пиязымызды жуып тазалап, төрт бұрышты көбік ретінде турап алуымыз керек. Дәл осы салмамен пирожки пісірсеңіздер өте керемет әрі дәмді болып шығады. Осылай барлығын толық турап алғаннан кейін біз табамызды отқа қойып, кішігірім сұйық май құйып, осы пиязымызды қуырып алатын боламыз. Көп май құюдың мүлдем қажеті жоқ. Қызарғанша пиязымызды жақсылап қуырып алуымыз керек. Картоп пісіп шыққаннан кейін бөлек ыдысқа алып, кішігірім суытып алатын боламыз. Картоптар өте керемет, нәзік болып пісіп шықты. Одан кейін дәл осы картоптың үстіне біз қуырылған пиязымызды қосамыз. Және де картоп пен пияздың үстіне одан кейін 30-40 граммдай сүт қосатын боламыз. Сүт қоссаңыздар, салмаларыңыз өте дәмді болып шығады. Одан кейін қалауларыңызша дәмдеуіштер қоса берсеңіздер болады. Мен тек қара бұрыш пайдаландым. Қара бұрыш ұнамаса, қоспай қойсаңыздар да болады. Мен тұздамадым, себебі алдын ала тұз қосып алған болатын. Тұзы өте керемет болған. Егер де өздеріңізге қарай тұзы аз болса, тұз қоссаңыздар болады. Енді жақсылап бір келкі массаға дейін езіп аламыз. Осындай өте керемет пирожкидің салмасы дайын болды. Міндетті түрде дәл осы салманы жасап, пирожки жасап көрсеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Ас болсын.